Құрсақ шашу. Ұрпақ қамын ойлаған көргенді ене, арнайы дастархан жайып, ауылдағы әйелдерді құрсақ шашу, кейде құрсақ той деп аталатын дәстүрлі қонақтыққа шақырады. Шақырылған әйелдер құр қол келмейді. Әрқайсысы өз үйлерінен әртүрлі тағам әкеледі. Ондағы мақсат келіннің жерік асын табуға жәрдемдесу. Құрсақ шашудың негізгі мәні де, мақсаты да осында жатыр. Өйткені бойына алғаш бала біткен тәжірибесіз жас келіншек бұрын соңды өзінде болмаған сезім түйсіктерді басынан кешеді. Көңілінің неменеге соғып тұрғанын, тәбетінің қандай асқа ауатынын дөп басы айта алмай, не екенін анық түсінбей аласұрып қиналады. Осы бір аса жауапты кезеңде ақыл кеңес айтып, жерігін табуға көмектесіп, мейірім таныту сауабы мол қасиетті іс саналады. Құрсақ тойда жас келін әлгі әйелдер әкелген тағамның бірін сүйсініп жесе, оны әзірлеп әкелген әйел қуанып, мәртебесі аспақ қалады екен. Содан келіннің жерігі қанғанша сол дәмді ас иесі жасап беріп, қамқор болады. Алда-жалда біргеткі құрсақ шашу кезінде келіннің аңсары табылмаған жағдайда бәрібір іздеуді тоқтатпайды. Қалайда ретін келтіру әрекет етіледі. Бұған тек әйелдер ғана емес, келіншектің қайнылары, күйеуінің құрбы құрдас, дос жарандары да қолғабыс етеді. Жабайы аңның, құстың еті, балық секілді әуес дәмдерді тауып әкеліп, жәрдем жасайды. Осы жерде айта кететін бір тыйым: аяғы ауыр әйелдің жұбайы аң атпайды, тұзақ құрмайды, қармақ салмайды. Яғни жандыға әдейілеп зиянын тигізбейді. Іштегі балаға кесір болады дейді. Жерік ас кейде тосын, күтпеген нәрсе болуы мүмкін. Ол болашақ ананың өз қалауына, өз таңдауына байланысты емес, еркінен тыс болатын құпиялы құбылыс. Күні бүгінге дейін сақталған ел ішіндегі аңыз әңгіме, жыр-дастандарға, жолбарыстың жүрегіне, қабыланның, аюдың, ұлардың, сұңқардың етіне жерік болған аналардан туған балалар кейін жүйрік, ер жүрек батыр, ақылгөй дана болғандығы жайлы айтылады. Мысалы, аруақты батыр жалаңтөс, бабамыздың анасы Ақтұмар, жарықтық көкжал қасқырдың төс етіне жерік болған дейді. Сол секілді шапырашты батырдың анасы Жұпар шешемізде арланның бауырын шекіде жеп, жерігін қандырған екен деп әлге дейін аңыз етеді. Әрине, аңыз тарих, дәлел емес, алайда аңыздың түбінде шындық жатады. Сонымен құрсақ шашу болашақ ана мен өмірге келер нәрестенің қамын ерте ойлаған тілегі тұнық, ниеті ақ, мазмұны терең, салиқалы дәстүр. Сан ғасырлар бойы сыннан өткен ел өміріне өнеге болып, керегіне жараған ұлағатты рухани мұра. Аналарымыз басынан өткізген жөн жоба. Алайда біреуі байлықпен өдеп, біреуі жоқшылықтан жүдеп, теңсіздік тереңдеп бара жатқан мына заманда қалталылар ақша шашып, айға түкіріп, көңіл көтерудің тағы бір түрін шақырыпты. Үлкен мейрамханаларда жүздеп қонақ шақырып, атақты атақсыз жұлдыз әншілерді тұмсығынан тізе кезекке қойып, тамақ пен ішімдікке үстелді майыстыра сықап, өңештері талғанша тоз сөйлеп, аяғы талып, тізесі бүгілгенше селкілдеп билеп, құрсақ шашу тойын жасайтын болыпты. Аты барда заты жоқ даңғазаның құрсақ шашуға не қатысы бар екенін ұқсам не дейсіз? Жаман дерт қашанда жұқпалы, күні ертең жаппай үрдіске айналып кетпесіне кім кепіл? Ол да мүмкін. Біз тым еліктегішпіз. Елпілде қызғарғанға қызыға жалп ететін, анау сөйтіпті, мен неге бүйтпеймін деп кеуде қағып шыға келетін тыраш мақтаншақтығымыз
жетіп артылады. Негізгі мән мағынасын жұрдай көрсетер үлгісі, берер тәлімі жоқ мұндай даңғазат ойлар жастарға не береді? Онсыз да бірі шығысқа, бірі батысқа табынып, еліктеп ұлттық құндылықтарға мұрынын шүйіріп жүрген талай жасты одан ары адастырамыз ғой. Әркіміз өз қалауынша ата-бабаның сапалы да салауатты салт дәстүр, әдет ғұрпын белден басып өзгерте берсе, қазақтың онсыз да жұлмаланып жатқан ұлттық бет бейнесінен не қалады? Шөре-шөресі шығып құрдымға кетпей ме? Әлдекімдерге мүмкін сол керек шығар. Кім білсін? Ұлттың ұлт болып жеке атауға ие болатын халық ретінде сақталуы оның тіліне, діліне, өзіне тән ата дәстүр, әдет ғұрыптарына тікелей байланысты бұрыннан бері белгілі ақиқат екенін неге ұмыта береміз? Әлде қазақ болудан жалықтық па? Жеріктік өріс. Тілімізде жерік асын жегендей балбарады, жерік асы табылғандай қуанады дейтін қалыптасқан сөз тіркестері бар. Айтса айтқандай, болашақ ананың аңсары, ауған тағамы табылып, соны құмары қанып қабылдаған соң, еш нәрсемен салыстыруға келмейтін ғажайып рахат сезім сәттеріне бөленеді. Тортасынан айырған сармайдай жан дүниесі еріп, мінез құлқы жайдарланып шыға келеді. Айналасы алқызыл гүлдерге тұнып тұрғандай, төрт құбыласы түгелденгендей, өзінен өзі қуанып, жүзіне нұр ұялайды, езуіне күлкі үйіріледі. Жанындағы адамдарға мейірлене қарайды, қолға алған ісін ынта пейілмен тыңғылықты атқарады. Осындай көл-көсі дастархан көңіл күйдің іштегі баланың аман сау жетілуіне қандай жағымды әсер ететінін ешбір талас туғызбайды. Егер келіннің жерік асы табылмаса, ол босанғанша ішкен жегені бойына сіңбей, бас айналып, әл дәрмені құрып, көңілі жер тартып, әбден титықтайды. Қазақ мұндайды ит жерік дейді. Ал осындай жаны мен тәні бірдей күйзеліп, азаптанып жүрген әйелдің жай күйінің қаншалықты жағымсыз болатынын өзінен өзі түсінікті. Бұл жағдай іштегі шақалаққа тікелей әсер етеді. Өйткені ананың жерігі ең алдымен баланың қажеттілігінен, қандай да бір керек қоректік жетпеуінен туындайды. Жерігі қанбай, аласұрған анадан туған нәрестенің есейгенше аузынан сілекейі шұбырып, үнемі қанағатсызданып жылай беретін беймаза, денесі болбыр, әлжуаз болады. Көпті көрген, өмір тәжірибесі мол, әжелердің айтуынша, баланың дене мүшелеріндегі қайсы бір кемістіктің болуы жерік астың жетіспеуінен де болады екен. Өкінішке орай, қазіргі жас келіндердің көпшілігі жеріктік дейтін аса маңызды жүктіліктің алғашқы айларында болатын табиғи іңкәрліктің мән мағынасын, қадір қасиетін ұғына бермейді. Оның бала үшін орны толмас салдары болатынын бағалап та жатпайды. Әлі ана болып көрмеген жас келінге түсіндіріп, жіліктеп ұқтыратын енелер де бұл күнде көп емес. Себебі олардың өз ұлттық құндылықтардың тегін тетігін білмейді, байыбына өздігінен үңілмейді. Дайын көмекке жүгінеді. Ол әйелдер консультациясы. Дәрігерлер ғылыми тұрғыдан медициналық жағынан ақыл кеңестерін айтып, арнайы дәрі-дәрумендерін беріп, ай сайын тексеріп қадағалайды. Бұл сөзсіз үлкен қамқорлық. Болашақ анаға аса қажетті көмек. Дегенмен, әрбір адамның дара жаратылысы, бір-біріне ұқсамайтын мінез құлқы, жеке табиғаты бар. Бір қарағанда бірдей көрінетін адамның дене бітім құрылысының өзі қайталанбайды. Сөйте тұра, токсикозы бәріне бірдей дәру-дәрумен беріледі. Оны іштегі бала да қабылдайды. Мен дәрігерлерге жаппай күмән келтіріп отырғаным жоқ. Мұндай астамшылықтан Құдай сақтасын. Дәрігерлерсіз күніміз бар ма? Білікті, білімді дәрігерлерді өте құрметтеймін.
Өзім дәрігердің отбасында туып өскенмін. Менің бұл жерде айтпағым мүлде басқа. Ол ғасырлардан бері жалғасып келе жатқан тектік қасиетке мүлде мән бермейтін салғырттығымыз. Тектік қасиет ұлттық қасиетпен бірге өріліп жатады емес пе? Мұның бәрін естен шығарып тек дәрігерлердің дәрісіне сену, соларға ғана тәуелді болудың нәтижесінде тәніміз бен жанымыздың өрістік ағысын, өрістік қалауын өздігімізден ажырата алмайтын ішкі сезімдік тоқырауға ұрынғанбыз. Бұл деген ұлттық қасиеттен ауытқуға әкелген. Қарапайым ғана кішкентай мысал келтірейік. Осы күні мынандай дәмге жерікмін деп атын атап, түсін түсіп беретін келіндер өте сирек. Есесіне, әйтеуір тербетін ашу үшін, жерігін басып тұншықтыру үшін, тұздалған қияр мен тұздалған помидор жейтіндер екінің бірі. Бұл нені көрсетеді? Бұл жеріктік өрістің тоқырауы, тектік сәйкессіздік, ұлттық болмыстың өзгеруі деуге болады. Өзгерген немене? Тұздалған қияр мен помидор қай атада бабамыздың асы еді. Келсерсіз, келіспессіз, бірақ екі айналдырып ойлануға тұратын түйткіл екені анық. Жерік ас таңдамайды дейді. Қоспасы жоқ шындық сөз. Халық тәжірибесінің түйіні. Анам Мәлике маған аяғы ауырлағанда адамның ойына келмейтін, естігенде езу тартқызатын нәрсеге жерік болыпты. Неге дейсіз ғой? Кәдімгі қойдың таңдайы. Маған дейін жеті ұл көріп, жеріктіктің ылғыр-жығыр жетік білсе де, біразға дейін көңілі іңкәрі нақты ажырата алмай, өзін жайсыз сезініп жүріпті. Сондай күндердің бірінде жақсы араласатын көршісі алыстан нағашым келіп еді, бірге дастархандас болыңдар деп әке-шешемді қонаққа шақырыпты. Сонда бас ұстаған ақсақал үйдің кіші баласына жақсы сөзге құлағың жақын болсын деп құлақ беріпті. Әнші бол, жүйелі сөйлейтін дәлмар бол деп таңдайды қызға ұсыныпты. Сол кезде шешем ана қыздың қолындағы бір жапырақты таңдайды жұлып алуға шақ қалыпты. Аузының соқырып әрең шыдап, бірақ жерігінің не екенін кездейсоқ білгеніне қуаныпты. Үйге келе салып әкем Әскербекке «Әсеке, қой алдыр, таңдай жеймін» деген ғой. Әкем алғашында бас аяғы жоқ сөзге күлсе де, артынан мән жайды түсініп, бір-екі күн шыда депті. Бір қойдың бір таңдайы мәселені шешпейтін білген әкем өзінің жақын жора-жолдастарымен ақылдасып амал тауыпты. Олар әкемнен бастап әр қайсысы үйлерінде қой сойып, бір мезгілде ет асып, бір мезгілде таңдайды суытпай анама жеткізіпті. Ол кісі оннан аса таңдайды тамсанып отырып жеп, пора-порасы шығып, терлеп, әбден рахаттанып риза болыпты. Сауапты іс тыңдарған әкемнің достарын қонаққа шақырып, рахметін айтыпты. Содан қайтып таңдай сұрамапты. Жерігі сол бір реткі қанып, жегеннен қанағаттанған екен. Енді мына қызықты қараңыз. Менің тілім аяғымнан бұрын шығып, аузым тынбай жыбырлап сөйлейді береді екенмін. Анау не, мынау не, неге солай, неге бұлай деген секілді сансыз сұрақтарым анамды әбден мезі етіп жалықтырғанда, Құдайдың құдіреті-ай, жөні түзу дәмге аңсарым аумай таңдайға жерік болып едім. Енді мына қыздың таңдайы тақылдап, құлақты жеп бітірді-ау деп кейіп те алады екен. Әсіресе үйге қонақ келгенде өршеленіп кететін көрінем. Қонағын жаратпаған баласын ұрады дегеннің мәнін жақсы білетін анам қонақтың көзінше амалсыздықтан теспей шыдайды екен. Ал кісілер кеткен соң, қонақ келгенде неге сонша зажақтанып қағынасың деп жұмсақ жеріме шықпыртып жібереді екен. Мен бақырып жылап жатып, өзің қонақ кеткен соң неге қағынасың дегенмін ғой. Ашуланып тұрған анам еріксіз күліп жіберіп құшағына алыпты. Содан біздің үйде қонақ келгенде Зейнеп қағынады, қонақ кеткен соң апам қағынады деген сөз тіркесі қалыптасыпты. Кейін мұнда мен тұрмысқа шыққан соң бір жолы сөзден сөз шығып,
Анам менің бала кездегі әлгіндей әрекеттерімді сөз ауырлығым үшін жазалы болып жүретінімді әңгімеледі. Сонда жұбайым Бақытжан: ой апа, бұл қазірде жетісіп тұрған жоқ. Өзінің аузын менің құлағымда аямайды. Не батарейкасы бітпейді, не тетігін бұрып тастайтын радио емес дегені. Бәкеңнің бұл теңеуі жайылып кетіп талайларды күлдіріп, көңілдендіріп еді. Күлкі де күлкі, алайда жерік астың адамның мінез құлқына, жаратылысына тікелей әсері болады дейтін әжелер сөзінің шындыққа жақын екенін көрсетеді. Келін күтімі. Тұңғышына аяғы ауырлаған жас келіншек ана болатын білгенімен, шынайы мәніндегі жүрек елжіретер аналық сезімі әлі түсінбейді. Бірақ оның бүкіл болмысында өзгерістер жүріп жатады. Бойына бала бітпей тұрғандағы қалпы, айналаны қабылдауы енді басқаша ағыса түседі. Өзінен өзі мазасызданып, сәл нәрсеге кейіп, бола болмасқа тарылып, әр нәрседен секемденіп, бұрын өзіне тән емес күй таңдау пайда болады. Әлгі ақын жазушылардың асқақтатып суреттейтін алып ұшқан жүрек қуанышы, ана бұлардағы мақтанышы, шынын айтқанда алғаш бала көтерген әйелде бола бермейді. Неге десеңіз, алдында не күтіп тұрғанын шамалап болжаса да болмай қоймайтын шындықпен бетпе-бет келгенде қал жағдайының қандай күй кешерін білмейді. Белгісіз бір бұлыңғыр дүние. Ал белгісіздік қашанда құпиялы, тіпті қорқынышты. Өйткені өмірге адам әкелу әлемдегі ең ауыр, ең қасиетті құбылыс. Сол үшін әжелеріміз екі қабат әйелдің бір аяғы жерде, бір аяғы көрде деп, ана болу бақытының қасында толып жатқан қауіп-қатердің бар екенін айтады. Ұғымды енелер өтпелі кезеңді жақсы түсінеді. Түсінгендіктен келін мінезіндегі құбылып тұрған көрініске аумалы төкпелі жай күйіне кешіріммен, жанашырлықпен қарап, бауырына тарта мейірім көрсетеді, мезгілімен тынығуға жағдай жасайды. Көңілсізден көзсіз бала туады, депті бұрынғы әжелеріміз. Аяғы ауыр келін ашық жарқын, жайдары болса, көңіл күйі көтеріңкі жүрсе, толғағы жеңіл, аман-сау босанады. Бала ерте күліп, жақсы ширайды дейді. Ұрпағының қамын нәресте өмірге келмей жатып ойлаған ақылды ене ауыл жастарын шақырып, келін көңілі деп аталатын әдемі бас қосуды жасап береді. Жастар жүрген жер көңілсіз болушы еді. Күмбірлетіп күй шертіп, ән шырқап, қызық ойындар ойнап, жарасымды әзіл қалжыңмен болашақ ананың көңілін көтереді. Жан дүниесі сергітеді. Жанашыр жақындар, құрбы-құрдас, тең тұстар, арақ-ідік өздері де келін көңілін жалғастырып, зауық құрады екен. Қазіргі ғылыми зерттеу тәжірибелері жағымды сезімде жүретін ананың баласы мейірімді, сезімтал, кісіге жақын үйірсек болатынын дәлелдеп отыр. Ал әжелеріміз мұның бәрін оқымай-ақ табиғи тектілігі арқылы баяғыда-ақ білген ғой. Ененің баса назар аударып қадағалайтын бір қамқор ісі келіннің уақытымен дұрыс тамақтануы. Асты аз ішсе, баланың өсуі тежеледі. Көп қабылдаса, бала тым толып кейін босанарда қиындық туындайды. Бұл ана мен баланың өміріне қауіпті. Сондықтан сиырдың, қойдың майлы еттерін шектеп, есесіне нәрлі дәмді тағамдарды, әсіресе сүт қосылған астарды, сүт өнімдерін молынан ішкізіпті. Баланың сүйегі шымыр, мықты болсын деп қызыл ірімшік жегізіп, аракідік сағыз шайнатады екен. Ертедегі сағыздардың ешқандай химиялық қоспасы жоқ. Таза өсімдіктер алынатын қарағай сағыз, құм сағыз, жер сағыз секілді табиғи түрлері болған. Сонымен бірге сәбидің көру, есту қабілеті жақсы жетілсін деп, әрі келінің тамағы бойына сіңсін деп рауғаш, жуа,
қымыздық, саумалдық, түйетабан сияқты өсімдіктерді қарақат, бүлдірген, мойыл, таңқурай, жидек секілді жемістерді мүмкіндігінше жегізуге тырысқан. Келіннің өзін күтіп таза жүруіне үлкен көңіл бөлінген. Киікоты, көкемарал, жалбыз, шайшөп, жұпар сияқты хош иісті шөптерді пайдаланып жуынуға үйреткен. Ұқыпты ене егер келіні қысқа қарай босанатын болса, жоғарыдағы шөптерді жазда көлеңкеде құрғатып кептіріп, дайындап алып қояды екен. Сол секілді емдік қасиеті бар арша, адыраспан сияқты өсімдіктерді үйге түтіндіртіп, іштегі баланың тыныс мүшелерінің сезімтал болуына әсер еткен. Балаға жағымсыз кесірі тиеді деп, келіншектің тіс тазалығына да көп көңіл бөліпті. Азанда және жатарда тұзды сумен немесе жоғарыда аталған хош иісті шөптердің қайнатпа тұнбасымен аузын шайқатқан. Үлкен кісілер немере көруді аңсап күтумен бірге нәрестенің аман-есен өмірге келуіне өздерінде міндетті санаған. Қамқор ене келінге ауыр зат көтертпей, шаң тозаңы, күл қоқысы бар жұмысқа жолатпаған. Әлденеден шошып түсіп тастау қаупі болмасын деп, түнде далаға жалғыз шығармаған. Ұрыс керіс, у-шу болып жатқан бәйде деп көріністерден аулақ ұстапты. Аяқ ауыр келіннің көзінше кімге де өрескел сөйлеуге, айғайлап арындауға тыйым салған. Әрі келіншектің өзіне: «Шырағым, даурығып дауысыңды көтермей, биязы сыпайы сөйле. Әйтпесе бөпеңнің мінезі шәлкем шалыс, салдыр-күлдір созыр болып қалады» деп жағымсыз әдеттерден сақтандырған. Сол секілді үйге келген кісіні есіктен қайтарма. Қырықтың бірі қыдыр деген қолынан дәм татқызып, ықыласын ал, шарапаты тиеді. Жас балаға зекіме, олар періштедей пәк. Күнәсіз баланың мейірімі түссе, бойың жеңілдейді. Итке кет деме, тамақ бер. Ит жеті қазынаның бірі. Иесіне жақсылық әкелер берекенің күзетшісі. Малды ұрма, олардың әрқайсысының киесі, қасиеті бар деген секілді қарапайым да астарлы ұлағатты тәлімін беріп келінді келеңсіз әрекеттерден тежеп, әдептілікке, ізгілікке жетелепті. Сол арқылы іштегі балаға тәрбие ұрығын сепкен. Келін жыласа, бала жасық болады деп, келінді жылауға жеткізбей, қас-қабағына қарап әлдебір суық хабарды, тосын жаманатты естіртпей, кездейсоқ зардаптардан қорғаған. Келіншектің күйеуіне: «Қосағыңның аяғын ауырлады, салмағын өзің көтеріс» деп отырып, оның азаматтығына сеніп, артып міндетті жүктеген. Өйткені көңілі көпті әйел ең алдымен жұбайына арқа сүйеп, оның сүйіспеншілігіне зәру болып тұрады. Ер азамат жарын ыстық ықыласына бөлеп, жанға жағымды жақсы әрекеттерімен аялап отырса, іштегі балаға әке мейірімі, әкенің рухани күш-қуаты анасы арқылы беріледі дейді. Ал болашақ анаға ауыр сөзі айтып балағаттау немесе қол жұмсау қазақта үлкен күнә саналған. Ондай анайы мінезді парықсыздарды бүкіл ауыл болып айыптаған, қатты сынға алып жазалаған екен. Ата-бабаларымыз әлемдегі ең ұлы кітап жаратылыстың өзінен оқып тоқыған. Табиғатпен үйлесімділікті сақтай отырып, жаратылыстың тылсым сырларын ұғып, оны танып білуге құлшынған. Сол түсініп түйсінгенін күнделікті тұрмыс тіршілігіне пайдаланған. Бүгінде ғылым біліммен қаруланған біздің үлкен ағаттығымыз табиғаттан бөлініп, ешбір құдіретке тылсымға иланбай, сенім дейтін рухани ұлы күшті тұншықтырып алғандығымыз. Соның нәтижесінде ішкі жан дүниеміз, ұлттық дүниетаным құндылықтарымыз лайланып, обалды түсінбейтін сауапты жасай алмайтынын, парызды өтемейтін, күнәні мойындамайтын, тіршілікке тәубе демейтін мәңгүрттік дертке шалдыққанымыз жасырын емес. Қаттырақ кетіп аш-жалау айтып жатқан себебім, тәрбие талғамын табиғаттан ажыратып, оқшау қарамасақ екен деген
ойдан туып отыр. Адам қуатты табиғаттан алады. Бұл біздің қазақ үшін жаңалық емес. Ілгеріде өткен аналарымыз келіндерін табиғаттың өзімен тәрбиелеп, сол арқылы болашақ ұрпағына қамқорлық жасаған. Қарағым, заңғар тауға қара, немеремнің өрісі биік болсын. Жазық далаға көкжиекке көз жібер, немерем кең пейілді дархан болсын. Жайнаған гүлге жайқалған көкорайға назар аудар, сәбиің шырайлы болады. Бұлақтың көзін аш, бала қайырымды, мейірімді болады деген секілді ақыл кеңестерін айтып, жас келіннің табиғатты қастерлеп түсінуге, жақсы қасиеттерді жаратылыстың өзінен үйренуге баулыған. Ой жіберіп қарасаңыз, көңілі күмәнді болып жүрген аяғы ауыр әйел түгілі, былайғы адамның өзі бір сәт тауға көз тігіп қарағанда ойы биіктеніп көңілі өседі. Сол сияқты сайын далаға сағымданған көкжиекке қарасаң жан сарайың кеңейдеп әсер аласың, әрі адамның көру қабілеті артып, жанары өткерленеді. Көңіліне түйгені мол көргенді енелер келіннің айы күні жақындап келе жатқанда далаға алып шығып, жалаңаяқ таза жермен жүргізеді екен. О, күйдесі түкті қасиетті жер ана, өзің медет бере көр. Перзентіңді пәле кәсірден сақтап, бойын жеңілдете көр, деп тілек тілейді. Мұны негізсіз дей алмайсыз. Жердің адам денесіндегі артық энергияны, бойға сіңген бөтен былғаныш күштерді өзіне тартып алатын ғылымда да дәлелденген. Найзағай түскен тоқ соққан адамды жерге көміп емдейтін сондықтан. Оның үстіне жалаңаяқ жер басып жүргенде табандағы шоғырланған нерв жүйелерінің қызметі артып, адамның денсаулығына жағымды әсер беретін тағы да даусыз. Қазір емшілердің емдеу тәсілінде табиғаттың өзінен, күн нұрынан, ай сәулесінен, оттан, судан, жерден қуат алып, науқасты сауықтыратын жайлы жарыса жазып, жаңалық ашқандай жар салып жатады. Осылар қазаққа таңсық емес, қарапайым табиғи әдіс тәсіл болған. Қолында екі қабат келіні бар астаналы ене, ай сүттей жарық түнде келінді ай сәулесі астында жүргізіп, серуендетіп, ғарыш қуатының әсерін дарытқан. Бала айдай сәулелі, айдай көпке ортақ бөлікті болсын деп тілепті. Келінді ай жарығында бұлақ суына, көлге шомылдырып, бала судай таза, судай тұнық, судай қасиетті болсын деп ниеті қылған. Іле-шала маздап жатқан отқа қыздырып, бала айналасына оттай опалы, оттай мейірімді, оттай жарық, оттай күшті болсын деп, жас келіннің көңілін жақсылыққа иландырып, жігірлендіріпті. Суық пен ыстықты кезек алмастыру арқылы бойға күш-қуат сіңіруді ата-бабаларымыз бағзы заманда-ақ білген. Келін күтімінде оның киім-кешегіне де зор мән берген. Бой тазалығымен қоса, киім-кешектің кірсіз әрі денеге ыңғайлы болуын қадағалаған. Келінге қара, қоңыр, сұр түсті киім кигізбеген. Керісінше, ашық түсті кең мол тігілген киім таңдалған. Осы жерде нақты бір болған әңгімені айтуды жөн көрдім. Менің анам ұлттық құндылықтарды өзі өмірден өткенше үкісін қисайтпай ұстаған жан еді. Ұлыма аяғым ауыр кезде бір күні үйге келді. Маған етек жеңі, кең, мол, пішілген, кеудесінен бүрген екі көйлек тігіп әкеліпті. Мен оны көрген замат, мұндай көйлектерді кимеймін. Бұл менің мәнерім емес деп бірден ышып түстім. Сонда анам, түх, сенің осы тізетпе мінезің-ай. Туламай алдымен тыңда, деді иығымнан сілке ұстай өзіне қаратып. Бұл көйлектерді еріккеннен ермек етіп, көз майымды туғысып тіккенім жоқ. Сенің қамыңды жарық дүниеге әлі әкелмеген жиенімнің амандығын ойлап тіктім. Қиқарланбай қарсылықсыз киесің. Неге екенін айтайын. Мені көр дегенде ішіңді тырситып келе жатқаныңда, қарсы алдыңнан шыққан кез келген адамның көзі ең алдымен қарныңа түседі.
Әр адамда әртүрлі шамада назар болады. Көзінің сұғы болады. Кейбіреулердің жанарында от та кездеседі. Ол адамдар саған әдейілеп кесірін тигізейін демейді. Сенде шаруасы жоқ. Бірақ өзінің көзінде қаншалықты назар барын білмейді. Оны ойламайды да. Ал көлгемедей көлкілдеген көйлек көлденең көздерін еріксіз қадалар сұғынан сақтайды. Содан кейін онсыз да тар құрсақта жатқан балаға сырттан қосымша қысым түспейді. Баланың дене мүшелерінің емін-еркін өсуіне кең киім айтарлықтай септігін тигізеді. Жаман айтпай, жақсы жоқ. Нәресте іштен кетікті тумауы үшін бұл да бір сақтық шарасы. Әсіресе мықыңды қысатын киім аяғы ауыр әйелге қауіпті. Босанар кезде қиындық тудауы қажап емес. Қайтер дейсің, киімде тұрған не бар? Өзіме ұнаған киім деп өзімшілдікке салыну, опық жегізуі әбден мүмкін. Кімге болса да Құдайым ондайдың бетін аулақ етсін. Пенде пақыр қашан, қай жерде қауіп қатер, жазым кезгірген болжай алмайды. Жаратқан ием сақтанғанды сақтайды. Содан кейін сен мына көйлектердің түсі тым ашық дейсің. Солай болғаны жақсы. Неге десең, сұқтана қараған көзді алдайды. Алғашқы назар ішіне емес, көйлекке түседі, деп түсіндіріп ұқтырып еді. Қазір Құдайға шүкір сонау 60-шы жылдардағыдай емес. Дайын киімнің де, матаның да алуан түрі іздемей-ақ табылады. Әсіресе маталардың арзаны да, орта қолдысы да, асыл құндылары да көздің жауын алып дүкен сөрелерінде жайнап тұр. Бірақ амал қанша, бір кездегі қолға түспейтін мата көбейгенімен көйлек киетін әйел заты азайған. Бұл дүние ұрғашы қауымы көйлектен жерілген заман. Кәрі жас демей, арық семізіне қарамай, үйлеспегеніне пысықырмай, шарбырланып шауып жүріп. Әсіресе үстіндегі киімінің тігісі жыртылатындай тырс етіп төңкерілген тегенедей ішін алға шермейтіп келе жатқан аяғы ауыр келіндерді көргенде, әттеген-ай, бұл байғұстардың ақыл айтар анасы, қамқор боп үлгі көрсетер енесі жоқ па, деп жаным ашып қанжыламын.